Қайырлы күн, құрметті әріптестер, конференцияға қош келдіңіздер. Мінекей бір-бірлеріңізбенен іс тәжірибе алмасып, ойларыңызды бөлісіп, презентацияларыңызды, баяндамаларыңызды 20-шы конференция деген чат бар. Сол жерге жібересіздер. Оны Айнұр ханым уже алдынан бері жазып жатыр, айтып жатыр. Сондықтан да барлықтарыңызға сәттілік, уақыттарыңызды алмастан бірінші кезекте бізде Ахметова Сымбат Серікбаевна, Алматы облысы, Талғар ауданы, 13-ші жалпы білім беретін орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі математика, информатика пәні мұғалімі. Scratch бағдарламалау тілі авторлық бағдарлама негізінде. Сәлеметсіздер ме? Сымбат Серікбаевна, қош келдіңіз. Қош көрдік. Демонстрация экрана деген шықпай тұр. Поделиться деген. Төмен жағында. Бірінші презентацияңызды ашып қойсаңыз. Дайын тұр. Дайын тұрса, поделиться деген бар. Стрелка вверх. Шер, менде ағылшынша тұр екен да. Стрелка вверх, е? Иә, стрелканың үстін бассаңыз, сол жерде шығады. Бәрі ағылшынша болып тұр. Көрінді ма? Қазірше қара болып тұр. Енді көрінді. Енді ашылды, е? Ашылды. Пікірлеріңізді жазып, сол 20-шы конференция деген чатқа бәрін жаза берсеңіздер болады. Презентация баяндамаларыңызды жіберуді ұмытпаңыздар. Өйткені ол жинақталады. Жақсы. Ал Сымбат Серікбаевна? Иә. Толық көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі республикалық конференцияға қош келдіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Өзімді таныстыра кетсем, Алматы облысы білім басқармасының Талғар ауданы бойынша білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің номер 13-ші жалпы білім беретін орта мектебі. Аты жөнім Ахметова Сымбат Серікбаевна, математика, информатика пәнінің мұғалімімін. Менің жұмысым информатика пәнінен жазылған болатын, яғни нақтырақ айтсақ, бастауыш сыныптардағы цифрлық сауаттылық пәні бойынша. Scratch бағдарламалау тілі, авторлық бағдарлама негізінде. Жүрмей жатыр. Келесі бет ашылды. Қарасыз маған кедергі болып тұр кішкене. Бағдарламамның мақсаты бастауыш сынып оқушыларын бағдарламалаудың негіздерімен таныстыру, оларға Scratch ортасында жұмыс істеуді үйрету және шығармашылық ойлау дағдыларын дамыту. Бағдарлама оқушылардың цифрлық сауаттылығын арттыруға, олардың алгоритмдік ойлау және мәселелерді шешу қабілетін жетілдіруге бағытталған. Scratch бағдарламалау курсы 3-ші сынып оқушыларына арналған және оларды бағдарламалаудың қызықты әлеміне енгізуге бағытталған. Бұл бағдарлама оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытып, олардың алгоритмдік ойлау және мәселелерді шешу қабілеттерін арттыруға көмектеседі. Қазіргі цифрлық әлемде әлемі болып жатыр, бағдарламалау дағдылары барған сайын маңызды бола түсуде. Осы курс арқылы оқушылар тек қана кодтау негіздерін үйреніп қана қоймай, сонымен қатар логикалық ойлау, мәселелерді талдау және шығармашылық шешімдер табу сияқты маңызды дағдыларды дамытатын болады. Бағдарлама аясында оқушылар Scratch ортасының негіздерімен, оның интерфейсімен және негізгі блоктармен танысады. Олар қарапайым анимациялардан бастап интерактивті ойындар, жобаларға дейін жолды жүріп өтеді. Курс барысында оқушылар визуалды бағдарламалау ортасында жұмыс істеуді үйреніп, кодтау принциптерін түсінеді. Курс теориялық білімді тәжірибелік дағдылармен ұштастырады. Әр тақырып бойынша оқушылар шағын жобалар мен тапсырмалар орындайды. Бұл оларға әрине алған білімдерін нақты мәселелерді шешуде қолдануға мүмкіндік береді. Курстың соңында оқушылар өздерінің жеке жобаларын әзірлейді
мысалы интерактивті әңгіме, қарапайым ойын немесе тағы сол сияқты көптеген анимациялық көріністерді дайындайтын болады. Бағдарламаның міндеттері. Scratch бағдарламалау ортасының негізгі концепциялары мен интерфейсін түсіндіру, алгоритмдік ойлау және шығармашылық мәселелерді шешу дағдыларын дамыту, оқушыларды қарапайым анимациялар мен интерактивті жобалар жасауға үйрету, оқушыларды циклдар, шарттар және оқиғалар сияқты бағдарламалаудың негізгі құрылымдарымен таныстыру, және де өз идеяларын Scratch жобалары арқылы жүзеге асыруға ынталандыру, жобалауды жоспарлау және тестілеу процестерімен таныстыру, оқушылардың командалық жұмыс, яғни презентация жасау және өз жұмысын талқылау дағдыларын дамытады. Осындай ерекше міндеттеріне тоқталып кетейін. Және өзектілігі. Қазіргі цифрлық әлемде бағдарламалау дағдылары ерте жастан бастап маңызды. Scratch бұл балаларға бағдарламалаудың негізгі концепцияларын түсінікті және қызықты түрде үйретуге мүмкіндік беретін визуалды бағдарламалау ортасы. Scratch білу оқушыларға болашақта IT саласында ғана емес, сонымен қатар өнер, дизайн, білім саласы, білім беру және басқа да көптеген салаларда шығармашылық және инновациялық болуға көмектеседі. Бұл бағдарлама оқушылардың технологияға деген қызығушылығын арттырып, оларға цифрлық әлемде өздерін сенімді сезіну дағдыларын беретін болады. Ерекшелігі, бұл бағдарлама ойын арқылы оқыту принципіне негізделген. Оқушылар Scratch ортасында жобалар жасау арқылы бағдарламалаудың негізгі концепцияларын үйренеді. Курс интерактивті және жобаға бағытталған. Әр тақырып бойынша оқушылар шағын жобалар жасайды, яғни өзінің ойынан құрып жоба құратын болады. Ол курстың соңында өз идеяларын толыққанды жобаға айналдырады. Scratch арқылы оқушылардың шығармашылық ойлау, мәселелерді шешу және алгоритмдік ойлау дағдыларын дамиды. Бағдарлама балаларды тек технологияны тұтынушы ғана емес, сонымен қатар жасаушы болуға үйретеді. Олар болашақта технологиялық әлемде сенімді болуға көмектеседі. Сонымен қатар Scratch онлайн қауымдастығымен танысуға мүмкіндік береді. Бұл оқушыларға өз жобаларымен бөлісуге және басқалардың жұмыстарынан шабыт алуға мүмкіндік береді. 5 бөлімнен тұрады бұл оқу бағдарламасы. Бірінші бөлім жалпы Scratchпен танысу, екінші бөлім анимация және интерактивтілік бөлімі, үшінші логикалық, яғни циклдар, төртінші бөлім ойын элементтері, түрлі элементтер қосу, яғни бесінші қорытынды жобалар бөлімі. Ақпараттық әдістемелік бөлім. Бұл бағдарлама 3 сынып оқушыларына арналған және оларды Scratch бағдарламалау ортасының негіздеріне үйретуге бағытталған. Бағдарлама оқушылардың цифрлық сауаттылығын арттыруға, олардың шығармашылық және ойлау қабілеттерін, сондай-ақ проблеманы шешу дағдыларын дамуға көмектеседі. Мақсатына жету үшін, яғни теориялық білім мен практикалық дағдыларды ойын түрінде үйлестіріп ұштастыра отырады. Курс барысында оқушылар төмендегі мәселелерді білу керек. Жалпы Scratch негіздері. Scratch бағдарламалау ортасының анықтамасы, функцияларды қолдану аясы, осыны білу керек, және веб нұсқамен танысу, тіркелу, Scratch интерфейсі және негізгі құралдарымен, және бағдарламалау концепциялары, яғни спрайттар, олардың костюмдері, сахна және түрлі фондар, және түрлі түске бөлінген блоктар, және скрипттар, оқиғалар мен түрлі хабарламалар. Қозғалыс және анимация бөлігінде қозғалыс блоктарын, яғни бұру, түрлі бағыттар, яғни костюмдерді ауыстыру арқылы анимация жасайды. Интерактивтілік бөлімде пернетақтамен тышқанды басқарады, сұрақтар қою және жауаптар алу, айнымалылар мен сөйлеу көпіршіктері. Шарттар мен циклдар, яғни циклдардағы егер блогы, онда, қайталау циклдары, шартты циклдар, яғни дыбыстар мен музыка, яғни бала дыбыс эффектілерін қосуды, фондық музыкаларды пайдалануды, өз дыбысын соған жазуды, немесе интернет желісінен түрлі дыбыстарды алуды және осы бағдарламаға қоюды үйренетін болады. Қарапайым ойындар жасау, ойын механикасын жоспарлау, ұпай санау жүйесін құру, ойын интерфейсін жасау, және соңында жобаны жоспарлап жүзеге асыру. Өз Scratch жобасында жасау және оны көрсетіп тестілеу.
Оқушылардың білім мен дағдыларын бағалау бойынша ұсыныстар, яғни қалай бағалаймыз, үздіксіз бағалаймыз. Әр сабақта оқушылардың белсенділігі мен қатысуына байланысты бағалаймыз. Практикалық тапсырмалар жасау арқылы скрич жобаларының жұмыс істеу сапасын, интерактивтілігін және шығармашылық тәсілдерін бағалаймыз. Жобалық жұмыс, яғни әрбір бала өзіне жеке жоба құрады, немесе топпен отырып жоба құрады. Соны біз шығармашылық және техникалық дағдылар арқылы бағалаймыз. Идея, ол жерде түрлі идея, дизайн құру арқылы бағаланатын болады. Ойын викториналар. Әр бөлім бойынша теориялық бөлімді тексеруге арналған интерактивті ойындар мен викториналар жүргізуге болады. Әрбір бала өзін өзі бағалайды және өзара бір-бірін бағалайды. Өз жобалары мен сыныптастарының жұмыстарын осылай бір-бірімен бағалауға мүмкіндік бар. Және қорытынды жоба, әрбір тақырып тараудан кейін біз әрине жоба құрып отырамыз. Оқу жолының соңында оқушылардың жалпы білім мен дағдыларын анықтау үшін шығармашылық жобаны ұсынатын болады, қорытынды жоба. Енді тоқтала кетсем, осы жалпы скретч бағдарлама ортасында 34 сағатқа жазылған сабағымды әрбір сабақта қолданып жүрмін. Және әрбір балаға осы қолданған жұмысымды сіздерге көрсетейін деп отырмын. Мысалы, сабақ барысында мен тек қана компьютерде немесе ноутбукта ғана скретчпен жұмыс жасамаймыз, сонымен қатар таратпалы дидактикалық ойындар таратамын. Яғни жаңағы блоктарлы түрлі түске өздері көзімен көріп, қолымен ұстап, жаңағыны құрып көру арқылы бала толық түсінеді. Тек қана компьютерде көру емес, шынайы дидактикалық материал ойын түрінде көру. Берілген тапсырманы өзі құрып, және соны қайтадан компьютерде жасап, бала кәдімгідей өзінің скретчтағы жұмысын, жобасын жасайтын болады. Бұл дидактикалық материалдарды қолдану. Ал қорытындылай келе, скретч ол бастауыш және орта буын оқушылары үшін ең қолайлы әрі тиімді программалау ортасы. Жобаға оқушы дайындағанда, жобадағы кейіпкердің суретін салу, оны қозғалысқа келтіру, дыбыс қосу, тіпті кішкентай бүлдіршіндер мен ата-аналардың өзін еліктірері сөзсіз. Көптеген жоғарғы оқу орындарында студенттер скретч бағдарламалау ортасын компьютерлік сыныптарда қандай да бір объектінің моделін жасау барысында да осыны дәрісте қолданады екен. Программалау ортасы барлық деңгейде ұтымды пайдаланылуда. Скретч программалау ортасы мұғалімге көмекші құрал болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Сымбат Серікбаевна, көп рахмет сізге. Әріптестер, бір-бірімізді қолдап отырайық. Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Сұрақ жоқ. Тілектеріңізді айтып, жаңа Айман Бияхметовна айтып өтті ғой, өте тамаша инсайттар алдыңыздар деп ойлаймын. Сұрақ жоқ болса, тілектеріңізді айта отырыңыздар. Сымбат Серікбаевна, неңізді, презентацияңызды өшіре беріңіз. Онда мен келесі әріптесіме сөз берейін. Бексұлтанова Нұргүл Нұрғожаевна, Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, нөмірі 195 жалпы білім беретін мектеп, коммуналдық мемлекеттік мекемесі, физика пәні мұғалімі. STEM қолданбалы физика курсы 9 сынып оқушыларына арналған элективтік курс бағдарламасы. Авторлық бағдарлама негізінде. Нұргүл Нұрғожаевна, қош келдіңіз. Қайырлы күн, әріптестер. Бәрлеріңізге бүгінгі 20-шы конференцияға қош келдіңіздер. Бәрлеріңізге сәттілік тілеймін. Менің енді сіздерге ұсынып отырғаным осынымсың ба?
Сіздерге көрініп отыр ма? Көрінді, аха. Сіздерге ұсынып отырған Көрінді, көрінді. STEM қолданбалы физика курсы бойынша 9 сынып оқушыларына арналған элективті курс бағдарламасы. Менің аты жөнім Бексұлтан Нұргүл Нұрғожайна, Алматы қаласы номер 195 жалпы білім беретін мектепте физика пән мұғалімімін. Енді бұл курстың негізгі өзектілігі неде? Мәселе теория мен практиканың алшақтығынан осы курстың негізгі мәселесі туындап отыр. Сондықтан да осы мәселені шешу үшін физикалық заңдылықтарды өмірде және техникада қолдануды үйрету. Ал негізгі бағыты ғылым мен техниканың қарқынды дамуына, сай білім мазмұнына жаңарту. Мақсаты оқушылардың инженерлік ойлық қабілетін дамыту және бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру. Енді бұл STEM технологияның артықшылығы неде? Ғылым, яғни физикалық заңдылықтарды түсіну, технология, заманауи құралдарды пайдалану, инженерия, жобалау және құрастыру, математика, есептеу және модельдеу, түйіні, пәнаралық байланыс арқылы білім сапасын арттыру. Бағдарламаның нормативтік негізі халықаралық республика білім туралы заңына сәйкес әзірленген, мемлекеттік стандарт талаптарына сай, 9 сынып оқушыларына жас ерекшелігі мен психологиялық дайындығы ескерілген. Енді бағдарлама мазмұны. Жалпы бағдарлама мазмұны күнтізбелік жоспар бойынша 34 сағат, аптасына 1 рет. Негізгі бөлімдер механика және қозғалыс динамикасы, қысым, гидростатика, жылу құбылыстары мен энергия, электротехника және магнит өрістері, оптика және дыбыс толқындары. Соңғы 5 сабақ STEM жобалау. Оқу әдістері мен тәсілдері. Жобалық оқыту. Нақты мәселені шешуге бағытталған жобалар. Зертханалық модельдеу, Ньютон заңдарын, электр тізбектерін тәжірибеде тексеру. Сыни ойлау, мәтін мен жұмыс терминдерді талдау. Топтық жұмыс командада рөлдердің бөлу, мысалға инженер, есепші және зерттеуші болып. Бұл жерде практикалық бағыт, тәжірибелік жұмыстар, реактивті қозғалысты модельдеу, мысалға Ньютонның үшінші заңын қолдануға болады. Электр тізбегін құрастыру және ом заңын тексеру. Оптикалық құралдардың линза, айна, жұмыс істеу принциптерін зерттеу. Өндірістік материалдардың физикалық қасиеттерін анықтау. Енді осы STEM жобалары негізінде жоспарлау, оқушы өз идеясын ұсына алады, орындау, оқушылар физикалық модельді құрастыра алады, қорғау, өз өнімін таныстыру және дәлелдейді. Нәтиже дайын өнім немесе инженерлік шешім. Яғни болашақта инженер болатын адам, оқушы қазірден бастап осы инженерлікке бір қадам болса да жақындай бастайды. Күтілетін нәтижелер: физикалық терминдерді еркін қолдану, тілдік дағды, логикалық және алгоритмдік ойлаудың арттыру, емтихандар мен тестілеуге сапалы дайындық. Яғни болашақта ұбт тапсырмаларын ұбт-ға дайындық үлкен нәтиже береді деп ойлаймын. Кәсіби бағдар. Болашақ инженер мен техниктерді дайындау. Қазірден бастап осындай практикалық жұмыс жасап, мысалға кеменің макетін жасап, бала оқушы қызыққан сайын болашақта сосы инженерлікті таңдауға жол ашады. Қорытындылай келе, бұл негізгі жобада 9 сыныпқа арналған STEM қолданбалы физика курсы оқушылар пәніне деген қызығушылығын арттырады, теориялық білімдерін күнделікті өмірде және техникада қолдана білуге бағытталған. Бағдарлама STEM білім беру қағидаттарына сүйене отырып, ғылым, технология, инженерия және математиканы өзара байланысты түрде меңгеруге мүмкіндік береді. Курс барысында оқушылар механика, жылу, электр, магнит, оптика бөлімдері бойынша
терең білім алады және өз білімдерін тәжірибеде, жобалық тапсырмаларда жетілдіреді, тереңдетеді. Және STEM жобалар оқушылардың инженерлік ойлау қабілетін қалыптастырып, өз идеяларын нақты өнім немесе модель бойынша ұсынуға жағдай жасалынады. Жобаларды қорғау барысында оқушылар өз жұмыстарын талдап, нәтижесін дәлетті түрде жеткізуге үйренеді. Осылайша аталған курс оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттырып, болашақта техникалық және инженерлік мамандықты таңдауға бағыт береді. Сондай-ақ заманауи қоғам талаптарына сай бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыруға ықпал етеді. Назарларыңызға рахмет. Нұргүл Нұрғожаевна, өте құнды осындай мәліметіңізге алғыс айта отырып, әріптестер сөйлеңіздер, айтыңыздар, ой бөлісіңіздер. Сосын WhatsApp чатқа жазыңыздар, жарай ма? Zoom чатта емес, WhatsApp чатқа презентацияларыңызды жіберуді ұмытпаңыздар. Оны тағы да бір айтып өтейін, WhatsAppқа да жазып отырыңыздар. Сұрақ қоямыз, тілек айтамыз бір-бірімізге. Жұмысыңыз өте жақсы жасалған екен, және мына әсіресе көрсеткен кемеңіз өте жақсы ойластырылған екен, оқушыларға түсінікті. Рахмет сізге, сәттілік. Рахмет. Құрметті әріптес, сіздің мына таныстыруыңызға рахмет. Сізге сәттілік тілейміз. Болашақта осы өзіңіздің жазған жұмысыңызды ары қарай қолданып, оны ары қарай дамытады деп тілеймін. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет, көп рахмет. Камераларыңызды ашып отырыңыздар, себебі ертең аттестация кезінде жүктеген кезде де өздеріңізді көріп, марқайып отырасыздар. Әріптестер, көп рахмет сіздерге. Нұргүл Нұрғожаевна, шәкірттеріңіз биіктен көріне берсін. Біз ұстаздардың мерейіміз, шәкірттеріміз биіктен көрінген кезде біздің болмысымыз одан әрі қарай ашыла түседі, шыңдала түседі. Қаламыңыз ұштала берсін, еңбегіңіздің рахатын көріңіз. Ал енді келесі әріптесімізге сөз. Жақсылақ Гүлмарал, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандандырылған музыка мектеп-интернаты, педагог зерттеуші, математика пәні мұғалімі. Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер. Авторлық бағдарлама негізінде. Гүлмарал апай, қош келдіңіз деймін. Сәлематсыздар ма, құрметті әріптестер? Қазір мен презентациямды мына жерге көрсетіп алайын. Шығара алмай отырмын. Нұргүл апай, демонстрацияны жабу керек шығар. Сіз енді қоса аласыз қой деймін. Гүлмарал апай, енді қосылып керек. Жақсы. Қазір мен қоса алмай жатырмын, қазір. Қосылшы, демонстрация.
Көрінді. Құрметті әріптестер, қосылды ма? Көрінді ма сіздерге? Көрініп тұр. Көрінді, көрінді. Құрметті әріптестер, мен бүгін 11-ші сынып оқушыларына арналған көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер атты авторлық бағдарламамды таныстырамын. Бұл бағдарлама аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатқа жоспарланған және жалпы білім беретін мектептің 11-ші сынып оқушыларына арналған. Қазіргі білім беру жүйесінде математиканы оқыту тек теориялық білім берумен шектелмеуі керек. Оқушы алған білімін практикада қолдана алуы, күрделі есептерді талдап, тиімді шешу жолдарын таңдай білуі, өз ойын дәлелдеп, математикалық тілде еркін жеткізе алуы маңызды. Осы тұрғыдан алғанда көрсеткіштік және логарифмдік функциялар, сондай-ақ оларға байланысты теңдеулер мен теңсіздіктер тақырыбы ерекше орын алады. Себебі бұл тақырыптар мектеп математикасының маңызды тарауларының бірі ғана емес, сонымен бірге физика, химия, информатика, экономика сияқты ғылым салаларымен де тығыз байланысты. Ұсынылып отырған авторлық бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың көрсеткіштік және логарифмдік функциялар туралы білімдерін кеңейту, тереңдету және жүйелеу. Сонымен қатар бағдарлама осы функциялардың қасиеттерін пайдалана отырып, түрлі деңгейдегі теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің тиімді тәсілдерін меңгертуді көздейді. Бағдарлама аясында оқушылар тек формулаларды жаттап қана қоймай, оларды саналы түрде түсініп, есеп шығару барысында дұрыс қолдануға үйренеді. Бағдарламаның міндеттері бірнеше бағытты қамтиды. Біріншіден, оқушыларға көрсеткіштік және логарифмдік функциялардың анықтамаларын, қасиеттерін, негізгі формулаларын терең меңгерту қарастырылған. Екіншіден, көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің дәстүрлі және балама әдістері таныстырылады. Үшіншіден, есептерді талдау барысында оқушылардың зерттеушілік, сыни ойлау және логикалық пайымдау дағдыларын дамыту көзделеді. Сондай-ақ бағдарлама оқушыларды қорытынды аттестаттау мен ұлттық бірыңғай тестке дайындауға, өз бетімен жұмыс істеуге, жұпты және топты жұмыс жасауға, өз ойын математикалық тұрғыдан дәлелдеуге үйретеді. Бұл бағдарламаның өзектілігі өте жоғары. Себебі мектеп бағдарламасында аталған тақырыптар қарастырылғанымен, көбіне негізгі ережелер мен қарапайым есептер аясында ғана шектеледі. Ал іс жүзінде оқушылар күрделі көрсеткіштік және логарифмдік есептерді шығаруда қиналады. Әсіресе теңдеулер мен теңсіздіктерді түрлендіру, логарифмнің қасиеттерін дұрыс қолдану, анықталу облысын ескеру, функция графигін талдау сияқты мәселелерде қиындықтар жиі кездеседі. Сондықтан бұл факультатив курсы дәл осы олқылықтардың орнын толтыруға бағытталған. Бағдарлама оқушының білімін толықтырып қана қоймай, оны тереңдетіп, стандартты емес есептерді шешуге дағдыландырады. Бағдарламаның құрылымы. Бағдарламаның мазмұны 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде көрсеткіштік функция негіздері қамтылған. Бұл бөлімде функцияның анықтамасы, қасиеттері, графигі, туындысы және интегралы қарастырылады. Екінші бөлім логарифмдік функция негіздері не арналған. Мұнда санның логарифмі, ондық және натурал логарифм ұғымдары, логарифмнің қасиеттері, логарифмдік функцияның графигі мен туындысы оқытылады. Үшінші бөлімде көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу жолдары жан-жақты қарастырылады. Ал төртінші бөлімде қолданбалы есептер және қорытындылау
бөлімі деп қарастырдым. Бұл жерде оқушылар алған білімдерін практикалық жағдаяттарда, мысалы экономика, физика, химия есептерінде қолдануға мүмкіндік алады. Енді бағдарламаның ерекшеліктеріне тоқталатын болсам, бағдарламаның басты ерекшеліктерінің бірі теория мен практиканың үйлесімді байланыста берілуі. Әр тақырыпта алдымен теориялық мағлұмат ұсынылып, кейін сол білімді бекітуге арналған практикалық жұмыстар орындалады. Сонымен бірге бағдарламада күрделі есептерді талдау, салыстыру, модельдеу, дәлелдеу, зерттеу элементтері кеңінен қамтылған. Бұл оқушылардың тек есеп шығарушылық қабілетін ғана емес, сонымен қатар математикалық ойлау мәдениетін қалыптастырады. Авторлық бағдарламаның тағы бір ерекшелігі ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдануға мүмкіндік берілуі. Атап айтатын болсам, GeoGebra, Desmos сияқты заманауи цифрлық ресурстарды пайдалану арқылы функция графиктерін салу, оларды салыстыру, олардың қасиеттерін көрнекі түрде зерттеу, есептердің шешімін талдау жұмыстары жүргізіледі. Мұндай тәсілдер оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, математиканы өмірмен және технологиямен байланыстыра оқытуға жағдай жасайды. Бағдарламада оқушылардың білімін бағалау түрлері де жан-жақты қарастырылған. Оларға өзіндік жұмыстар, тақырыптық және бөлімдік тесттер, практикалық тапсырмалар, жобалық жұмыстар, презентациялар және тағы басқа көптеген тапсырмалар құрастырылған. Осындай бағалау түрлері арқылы оқушының тек білім деңгейін ғана емес, оның логикалық ойлауы, талдау жасау қабілеті, зерттеу мәдениеті де бағаланады. Бұл қазіргі білім берудегі құзыреттілікке негізделген талаптарына толық сәйкес келеді. Енді күтілетін нәтижелер. Күтілетін нәтижелерге келетін болсақ, бағдарлама соңында оқушылар көрсеткіштік және логарифмдік функциялардың қасиеттерін терең меңгереді. Олардың графиктерін талдап сала алады, көрсеткіштік және логарифм теңдеулер мен теңсіздіктерді сенімді шешеді. Сонымен қатар, күрделі есептерде тиімді әдісті таңдау, шешу алгоритмін құру, дәлелдеу, салыстыру және қорытынды жасау дағдылары дамиды. Ең маңыздысы, оқушылар алған білімдерін күнделікті өмірде және басқа ғылым салаларындағы есептерді шешуде қолдана алады. Бұл олардың функционалдық сауаттылығын арттырады. Енді мына жерде практика деп оқушылардың сабақ барысындағы мен көбінде мынау GeoGebra бағдарламасын қолдану арқылы оқушылар логарифмнің қасиеттері өте көп. Соны мысалы мына бірінші суретте екі оқушы бірлесе отырып және формуланы дұрыс жауаптарын тауып арқылы жаттауға тиімді. Сонымен қатар қолданатын менің жаңағы оқушылардың білімдерін тексеруде қолданылатын бағдарлама, ол WordWall бағдарламасы. Оқушылар жаңағы өзінің қателерін де көреді және қаншалықты балл алғанын көре алады. 10 балдық тапсырма құрастырып, әр оқушыға солай орындатамын сабақтың барысында. Қорытындылай келе, көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер атты авторлық бағдарлама 11-ші сынып оқушыларының математикалық білімін тереңдетуге, логикалық және аналитикалық ойлауын дамытуға, практикалық және зерттеушілік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған өзекті бағдарлама. Бағдарлама оқушыларды ұлттық бірыңғай тестімен қорытынды аттестаттауға дайындауға көмегін тигізеді және математиканың қолданбалы маңызын түсінуге мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Осымен менің таныстырылуым аяқталды. Рахмет көп-көп сізге, Гүлмарал апай.
Әріптестер, бір-бірімізді қолдап отырайық, тілек айтып отырайық. Кішкене тәжірибе алмасу алаңы, танысу алаңы десек те болады. Енді мен тағы да бір мына жерде есептерді қарастырмадым. Мысалы, қолданбалы есепке келетін болсам, мысал келтіре кететін болсам, қала халқы жыл сайын 3% өседі. Қазір қалада 100 мың адам бар. 10 жылдан кейін халық саны шамамен қанша болады деген осындай қолданбалы есепті ұсынамын. Енді бұл бізде қолданбалы есептер деген бөлім енді келе жатырмыз осы мамыр айында. Мұнда осындай. Сонымен қатар тағы да бактерия саны әр 2 сағат сайын 2 есе артады. Бастапқы 500 бактерия болды бастапқыда. 8 сағаттан кейін қанша бактерия болады деген сияқты осындай тапсырмалар, мысалы оқулықтарда берілмеген осындай тапсырмаларды осы 4-ші бөлімде қолданбалы тапсырмалар, есептер деген бөлімде осы сияқты тапсырмаларды ұсынамын. Өте жақсы, рахмет сізге көп-көп. Мерейіңіз үстем болсын. Рахмет, сұрақтарыңыз болса. Әріптестер, сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар, тілектеріңізді білдіре отырыңыздар. Сұрақтарыңыз Гүлмарал апай, бүгінгі бөліскен тәжірибеңіз өте құнды болды. Шығармашылық табыс тілеймін сізге. Рахмет. Рахмет. Рахмет сіздерге. Гүлмарал апай, өте тиімді, әсіресе мына қолданған жаңа география деген неміз бар ғой, приложение өте жақсы. Балаларға тақтаға сызбай-ақ интерактив тақтада көргенге өте қолайлы жасалған. Осы тақырыпқа сай келеді екен. Рахмет. Мынау әріптестер бар болса, арамызда математика, жаңағы физик, геогебра бағдарламасы көрнекі түрде графиктерді бұрын біз енді тақтада бормен, қолмен салып, оқушылар дәптерге карандашпен сатын, қазір енді мүмкіндіктер өте жоғары. Мысалы, жаңағы көрсеткіштік функция мен логарифмдік функцияның графиктерін бір координаталы жазықтықта салып салыстыра алады оқушылар. Олар бір-бірімен кері функция болғандықтан графиктері y тең x түзудің бойына қарағанда симметриялы екенін өздері көреді. Мысалы, түрлендіріп отырады графиктерді. Соны жаңағы бір оқушылардың жұмыстарын бір слайдта көрсеттім. Енді слайдтың саны шектеулі болғандықтан жетті деп солай қысқаша ғана. Қолданып жүрміз, өте тиімді бағдарлама. Гүлмарал апай, тәжірибеңіз неңізді өте жақсы көрсеттіңіз. Рахмет. Жаңа графикалық дегеніңізді физикада да графикалық жұмыстар бар, қолдануға болады екен. Рахмет сізге тәжірибеңізбен бөліскеніңізге. Творчестволық табыс тілеймін. Рахмет. Жақсы, шығармашылық табыс тілейміз, Гүлмарал апай. Енді келесі әріптесімізге сөз кезегін берейік. Жакипова Нұргүл Арипхановна, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жаримбетов ауылы, Асқаров атындағы жалпы білім беретін мектеп физика пәні мұғалімі. Физикалық есептерді шешу әдістері, ұбт және олимпиадаға дайындық. Гүлмарал апай, презентацияңызды өшіре салсаңыз, демонстрация экранын. Презентацияны. Жауап. Нұргүл Арипхановна.
Жакипова Нургуль Арипхановна. Қазір мен чатқа жазып көрейін, кішкене күте тұрыңыздар. Чатқа жазып қойдым. Жауап бергенше, онда біз келесі әріптесімізге кезек бере берейік. Қошқарова Алия Рысмұхамбетовна, Алматы қаласы 66-шы орта мектебі математика пәні мұғалімі. Қызықты математика пәні 8-ші сынып оқушыларына арналған элективті курс бағдарламасы. Авторлық бағдарлама негізінде. Алия Рысмұхамбетовна. Сәлеметсіз ме, құрметті әріптестер? Саламатсыз ба? Қазір презентациям қоса алайын. Камераңызды да қоссаңыз. Камера. Камераңызды қосып. Мана айтылып өтілді ғой, камераларыңызды қосып, конференция біткенше осы неде боласыздар. Телефонмен қосса болады ғой, демонстрация экраны? Ноутбугымда камерасы жоқты да. Болады ғой, телефон болады. Поделиться дегені бар еді ғой. Поделиться бастым, демонстрация экраны бассам. Экраныңыз көрініп жатыр? Көрініп жатыр ма? Зумға кірген. Екінші бетіне. Көрініп тұр ма? Презентацияларыңызды, баяндамаларыңызды чатқа, WhatsApp чатқа жіберіңіздер, жарай ма? Иә, жіберіп қойдық. Мына компьютердағыдай ашылмайды екен, былай қорғай берсем болады ғой, иә? Әрине болады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен жалпы білім беретін номер 66-шы мектептің математика пәні мұғалімі Қошқарова Алия Рысмұхамбетовна боламын. Бүгінгі элективті курстың тақырыбы қызықты математика 8-ші сынып оқушыларына арналған. Жалпы бұл курстың негізі мақсаты оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту болып табылады. Өзектілігі және мақсаты.
Неге бұл маңызды болып табылады? Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың логикалық ойлауын және функционалдық сауаттылығын дамыту ең басымдылық болып табылады. Мектеп бағдарламасында стандарттан тыс есептерге уақыт жеткіліксіз. Ал дәл осы есептер сыни ойлауды қалыптастырады. Курстың негізгі мақсаты логикалық ойлау қабілетін жүйелі дамыту, математикалық интуицияны нығайту, пәнге деген қызығушылықты арттыру болып табылады. Курстың негізгі құрылымы. Курс 5 құрылымнан тұрады. Біріншісі арифметикалық сыр сандықтар. Бұл бөлімде сандардың заңдылықтарын табуға, қызықты амалдар құрастыруға әртүрлі есептер практика жүзінде беріледі. Екінші, мәтіндік есептер реалды жағдайларға математика тіліне аудару, яғни өмірде кездесетін есептерді талдау болып табылады. Үшінші бөлім пайыздар. Күнделікті өмірдегі пайыздық есептеулерді шешу. Төртіншісі комбинаторика. Нұсқаларды санау, ықтималдықтарды негіздері. Логикалық есептер. Стандарттан тыс тапсырмалар, ойын тапсырмалары болып табылады. Практикалық тапсырмалар. Курс теория мен практиканы ұштастырады. Әр сабақ оқушыларды белсенді әрекетке тартады. Ең бастысы сандық, мысалы, сандық басқатырғалар. Бұл жерде әр түрлі, мен орыс мектепте сабақ беретінім жоқ, қиын болып тұр маған қазақша түсіндіру. Бұл жерде әртүрлі әдістерді қолдануға болады. Мәселен, Әлия апай, бір сәт. Бұл жерде тіл маңызды емес. Сізге ыңғайлы болса, орысша айта беріңіз. Тек қана қазақ тілінде айту деген не жоқ. Қатып қалған қағида жоқ. Рахмет. Мысалы, сандық басқатырғыларда судоки әдісін қолдануға болады, сиқырлы квадраттар әдісін, немесе сандар тізбегі әдісін қолдануға болады. Математикалық фокустар әдісінде сиқырлы нәтижелер беретін амалдар арқылы заңдылықтарды ашуға болады. Шырпымен есептер, геометриялық фигураларды өзгерту, теңдіктерді түзету секілді есептерді құрастыруға болады. Әсіресе осы шырпымен есептерді мен өзім практика жүзінде ашық сабақта қолданғам. 7-ші сыныптарда, 8-ші сыныптарда өте қызықты өтеді, және оқушыларға да өте қызықты. Негізі осы ашық сабақтарда, немесе жаңағы декаданың ашылу кезінде өмірден алынған осындай есептерді құрастыру арқылы оқушыларды едәуір қызығушылығын арттыруға болады. Өмірмен байланысты есептер, мысалы дүкен, бюджет, уақыт, математиканың күнделікті қолданысын, әсіресе 5-ші, 6-ші сыныптар енді бастауышты бітіріп математиканы бастап келе жатқан оқушыларға осындай өмірмен байланысты есептерді көбірек қолдансақ, олардың математикаға деген сүйіспеншілігін арттыруға болады. Қолданылатын есептер, белсенді оқу тәсілдері. Оқушылар тек тыңдаушы ғана емес, олар зерттеуші, шешім қабылдаушы және өз ойын дәлелдеуші рөлінде болады. Топтық және жұптық жұмыс, бірлескен ізденіс. Логикалық ойындар ол қызықты форматта дағды қалыптастырады. Зерттеу элементтері өз қорытынды жасау тәжірибесі болып табылады. Осы курстан күтілетін нәтижелер. Ең алдымен қызығушылық. Математикаға деген ынта мен қызығушылықты арттырады. Келесі логикалық ойлау, себеп салдармен байланысын табу дағдысын дамытады. Мәтіндік есептер күрделі шарттарды түсіну және шешу қабілеттілігін арттырады. Стандарттан тыс есептер, ол шығармашылық тәсілмен есеп шығара алады. Және де функционалдық сауаттылық, қазіргі таңда өте көп талап етіледі ғой, сабақтың үстінде де, сабақтан тыста функционалдық сауаттылығын арттыру керек деп, білімін өмірлік жағдаяттарда қолдана алады. Қорытындылай келе, қызықты математика элективті курсы бұл тек қана қосымша сабақ қана емес, бұл оқушының ойлау қабілетін қалыптастыратын орта болып табылады. Ойлау қабілеті, сыни және логикалық ойлау жүйелі дамиды. Қызығушылық, математикаға деген математика пәніне деген қызығушылығы артады. Сапа, функционалдық сауаттылық пен білім сапасын арттырады. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сізге рахмет. Әріптестер, тілектеріңізді, сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар.
сыныптағы оқушыларымыз сияқты бір кішкене бір үнсіздік, сондай чатқа да жазып отырыңыздар. Шығармашылық табыс тілейміз әріптесімізге. Рахмет. Әріптесімізге шығармашылық табыс тілейміз. Орыс мектебіне берсеңіз де қазақша жақсы сөйлеп тұрсыз. Рахмет. Кетіп болған жоқ, өте жақсы. Сізге де сәттілік. Сәттілік әріптестер, рахмет үлкен. Сізге рахмет. Өте жақсы, қызықты математика деген, жалпы оқушылар қызығатын сондай бір математиканың бір бөлігі, жақсы тақырыпты таңдаған екенсіз. Сізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Рахмет әріптес, сәттілік барлықтарыңызға. Жақсы. Рахмет, Әлия апай. Енді келесі әріптесімізге сөз. Ниязова Феруза Кулдашевна, Түркістан облысы, Келес ауданы, Абай ауылы, нөмірі 1 Омар Есімов мектебі, математика пәні мұғалімі. Проценттік есептерді шешу жолдары. Әлия апай, демонстрация экраныңызды өшіре берсеңіз. Феруза Кулдашевна, осындасыз ғой, Что-то біздің екі әріптесіміз. Менікі өшті ма, демонстрация экраны? Өшкен жоқ па? Өшті ғой деймін, бірақ Өшті. айфон өшті ғой деймін. Феруза Кулдашевна. Мына жерде участникіден таппай отырмын. Жоқ қой деймін бұл кісіден. Онда қазір мен чатқа жазып алайын. Содан кейін келесі әріптесім. Келесі әріптесіміз Рахметоллаева
Гүлжан Төлебекқызы, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Билялов атындағы мектеп-лицейі коммуналдық мемлекеттік мекемесі математика пәні мұғалімі, геометриядан күрделі есептерді шешу әдістері 9 сыныпқа арналған әдістемелік құрал. Осындамыз ғой? Иә, осындамыз, сәлеметсіздер ме? Жақсы, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы бойынша Қыдырбек Билялов атындағы мектеп-лицейдің математика пәні мұғалімі Рахметоллаева Гүлжан Төлебекқызы боламын. Бүгінгі мен баяндамамның тақырыбы геометриядан күрделі есептерді шешу әдістері. Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың тек теориялық білімін қалыптастыру жеткіліксіз. Басты назар олардың функционалдық сауаттылығын дамытуға, логикалық және кеңістік ойлау қабілеттерін жетілдіруге бағытталуда. Осы тұрғыда геометрия пәні ерекше маңызға ие, себебі геометрия дәлелдеуге, талдауға және ой қорытындысын жасауға үйрететін жәнегі ғылым саласы. Өзектілігіне келетін болсам, бағдарламаның өзектілігі оқушылардың күрделі есептерді шешу барысында талдау, дәлелдеу, салыстыру және бірнеше тәсілдерді қолдану дағдыларын қалыптастыру қажеттілігі анықталады. Қазіргі уақытта халықаралық зерттеулер жәнегі PISA, TIMSS нәтижелері бойынша оқушылардың теориялық білімді практикалық жағдайда қолдануда қиындықтарға кездесетінін көрсетеді. Сондықтан есеп шығарудың тиімді әдістерін меңгеру білім сапасын арттырудың маңызды жолдарының бірі деп есептеймін. Жәнегі бағдарламаның мақсатына келетін болсақ, 9 сынып оқушыларының геометриядан күрделі есептерді шешу біліктілігін қалыптастыру және дамыту, есептерді талдау, дәлелдеу және бірнеше әдіспен шығара білуге үйрету. Сонымен қатар оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру, кеңістікте елестету дағдыларын дамыту, математикалық тілде сауатты сөйлеу және жазу мәдениетін қалыптастыру көзделеді. Оқушылардың өз бетінше ізденуге, түрлі тәсілдерді салыстыра отырып, тиімдісін таңдауға, шығармашылықпен жұмыс істеуге және алған білімдерін өмірлік жағдаяттарда қолдана білуге баулу да жәнегі бағдарламаның маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Мақсатқа жету үшін геометриялық ұғымдарды қайталау, есептерді талдау дағдыларын қалыптастыру, көмекші элементтерді қолдану, балама шешімдерді табу және олимпиадалық есептер арқылы білімдерін тереңдету оқушылардың. Бағдарламаның ерекшелігіне келетін болсақ, оның практикалық бағыттылығында әр тақырыпқа 1 сағат бөлініп, теория мен практика қатар қарастырылады. Оқушылар есепті шығару барысында сызба салу, қосымша элементтер енгізу, геометриялық түрлендірулерді пайдалану сияқты әдістерді меңгереді. Оқушылар топтық және жеке жұмыс жасайды. Сонымен қатар қолданбалы және олимпиадалық деңгейдегі есептерге де ерекше көңіл бөлінеді. Бөлімдері бірнеше бөлімнен тұрады: жазықтық геометрия, түрлендірулер, ұқсастық шеңбер, кеңістіктегі есептер және олимпиадалық тапсырмалар. Бұл бөлімдер оқушылардың білімдерін жүйелі түрде дамытады. Келесі әдістерге тоқталатын болсақ, сабақ барысында дәстүрлі сабақтарда жаңа тақырып түсіндірілсе, практикалық сабақтарда оқушылар өз бетінше есеп шығарады. Сонымен қатар зерттеу жобалық және интерактивті сабақ түрлері кеңінен қолданылады. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану, GeoGebra, Desmos және де басқа да платформалар арқылы оқушылардың материалды визуалды түрде қабылдауына және қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Бағдарламада сатылай шешу әдісі маңызды орын алады. Бұл әдіс есептің шартын талдаудан бастап, шешімін тексеруге дейінгі кезеңдерді қамтиды. Оқушылар алдымен есептің сызбасын салып, белгілі белгісіз шамаларын анықтайды. Кейін тиісті теоремаларды таңдап, логикалық тізбек құрайды. Соңында алынған нәтижені тексеріп, жәнегі әр оқушы өзі қорытынды жасайды. Күтілетін нәтижеге келетін болсам, курс соңында оқушылар күрделі геометриялық есептерді талдай алады, сызбаны дұрыс салады, көмекші элементтерді тиімді қолданады және есепті бірнеше тәсілмен
шығара алады. Сонымен қатар олардың логикалық және кеңістіктік ойлау қабілеті дамып, пәнге деген қызығушылығы артады. Қорытындылай келетін болсам, оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыруға, олардың шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған тиімді құрал болып табылады. Бұл бағдарлама геометрияны оқыту үшін жетілдіруге және білім сапасын арттыруға өз үлесін қосады деп күтіледі. Назарларыңызға рахмет. Сізге де көп рахмет, Гүлжан апай. Шығармашылық табыс тілейміз. Әріптестер, сөзге сараң болмаймыз, бір-бірімізді қолдаймыз. Сұрақ қойсам бола ма Гүлжан ханымға? Әрине. Геометрияда күрделі есептерді шешу әдіс тәсілдері деп жатсыз ғой. Енді тіпті мұғалімдердің өзінде осы жағдай болып жатады ғой, геометриялық есептер шешу тәсілдері. Нақты қандай тәсіл тиімді болды, айтып кете аласыз ба? Қай әдіс тәсілді қолданған тиімді? Мен осы жұмысты жазып, өзімде 9 сынып бар, сонда қолданып жатырмын. Сол өзі көбінде сабақтарды түсіндірген кезде жәнегі сызбадан ғой, геометрия болғандықтан бізде көбінде сызбадан көп қате кетіп жатады. Балаларды түсінбеушілік болып жатады. Сол кездерде осы жәнегі геогебра деген, dsmos деген программалармен балаларға көздеріне елестеткенге сызбамен жұмыс, негізгі сызбаларды таныстыру, сонымен жұмыс жасағанда кішкене балалардың түсінігі кішкене кеңейіп қалған сияқты. Жаңағы осының алдында айтып кеткен әріптесіміз ғой, сол әдіс тәсіл ғой, иә? Иә. Рахмет. Сұрақтарыңыз, әріптестер? Гүлжан Төлебекқызы, рахмет сізге. Енді келесі әріптесімізге сөз берейік. Аяулы Сержанқызы, Алматы қаласы Әуезов ауданы 158-ші жалпы білім беретін мектеп информатика пәні мұғалімі, педагог зерттеуші. Тақырыбы цифрлық дизайн және визуалды коммуникация. Қош келдіңіз дейміз. Қайырлы күн, әріптестер. Қайырлы күн, Загида Есімбековна. Бүгін өздеріңізбен осы республикалық конференцияда кездесіп жатқаныма өте қуаныштымын. Менің авторлық бағдарлама негізіндегі цифрлық дизайн және визуалды коммуникация тақырыбындағы баяндама ұсынайын деп отырмын өздеріңізге. Мен экраным көрінді ме сіздерге? Көрініп тұр, Иә, көрініп тұр. Рахмет. Тақырыпқа келетін болсақ, яғни қазіргі цифрлық қоғамда визуалды ақпараттың рөлі айтарлықтай артып отыр. Ақпаратты тек мәтін арқылы ғана емес, графика, бейне, анимация және сол сияқты инфографика арқылы жеткізу қазіргі таңда тиімді коммуникацияның негізіне айналып отыр. Осыған байланысты білім беру жүйесінде оқушыларға цифрлық дизайн негіздерін үйрету өзекті деп білемін. Бұл әдістемелік құрал, яғни цифрлық дизайн және визуалды коммуникацияны оқытуда мұғалімдерге көмек көрсетуде, яғни сабақтарды тиімді ұйымдастыруға және оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған. Өзектілігіне келетін болсақ, бұл әдістемелік құралдың, яғни ақпараттық қоғамда визуалды контенттің маңызының артуы, оқушылардың цифрлық сауаттылығын дамыту қажеттілігі, креативті ойлау мен дизайнды қабілеттерді қалыптастыру оқушылардың бойында, әлеуметтік желілер мен медиа кеңістікте дұрыс визуалды коммуникация құра білу қажеттілігі, еңбек нарығында дизайн және мультимедиа дағдыларына сұраныстың жоғары болуы. Жұмыстың, яғни бұл әдістемелік құралдың мақсаты цифрлық дизайн және визуалды коммуникация негіздерін меңгерту арқылы оқушылардың шығармашылық, сыни және визуалды ойлау қабілеттерін дамыту,
Сонымен қатар заманауи цифрлық құралдарды, яғни бүгінгі таңда өздері қолданып жүрген цифрлық гаджеттерді дұрыс пайдалана білу дағдыларын қалыптастыру және өмірге бейім тұлға қалыптастыру. Бұл мақсатта қарастырылатын негізгі міндеттер, яғни цифрлық дизайнның негізгі ұғымдарын оқушыларға түсіндіру, визуалды коммуникация принциптерін меңгерту, яғни ол жерде түстердің бір-біріне сәйкес келуі, типографияға қатысты жұмыстар және композициялық жұмыстар, графикалық редактор мен онлайн құралдарды қолдануды үйрету, оқушылардың шығармашылық жобалар жасау қабілетін дамыту, ақпаратты визуалды жаңағы түрде дұрыс жеткізу дағдыларын қалыптастыру, топтық және жеке жұмыстар арқылы коммуникациялық дағдыларды дамыту, цифрлық мәдениет пен эстетикалық талғамды қалыптастыру. Яғни бұл әдістемелік құрал бірнеше бөлімдерден тұрады. Сол бөлімдерге тоқталып кететін болсам, яғни цифрлық дизайн негіздер деген бір бөлімді қарастырдым. Бұл жерде яғни дизайн дегеніміз не? Дизайн ұғымы, оның түрлері, дизайн қандай принциптерде яғни қарастырылады, баланс, контраст және үйлесімділік. Сонымен қатар түстер теориясы, яғни түстердің бір-бірімен байланысы. Келесі бөлімді визуалды коммуникация деп алдым. Яғни ақпаратты... Аяулы Сержанқызы, презентацияңыз ауыспай тұр, тек қана бірінші бетінде қалып қойды. Әлде ауыспай тұр ма? Тек қана бірінші бетінде қалып қойды, тақырып бетінде. Енді ауысты. Енді ауысты ма? Слайдты қоспадыңыз ба, содан өзі ауыспай жатыр ол. Қайта демонстрация жасап көрейін. Енді көрініп тұр ма сіздерге? Көрінді, Енді өзгерді. Келесі бөлім, яғни визуалды коммуникация. Бұл жерде ақпаратты визуалды жеткізу әдістері және инфографика, анимациялар, әртүрлі схемалар арқылы ақпаратты ұсыну. Сонымен қатар бұл осы бөлімде мен жаңағы брендинг және визуалды стиль тақырыбында қарастырдым. Сонымен қатар графикалық құралдармен жұмыс, қазіргі таңда осы жерде информатика әріптестерім болса, біледі, бізде жаңағы информатика пәнінде жалпы Photoshop, Canva, Figma сияқты құралдар көп қолданыла бермейді. Яғни қолданылған күннің өзінде жалпы атау айтылып өтеді презентация дайындау кезінде. Бірақ ол жаңағы қазіргі таңда қолданысқа ие болып жүрген Canva, CapCut деген сияқты программаларға көп уақыт берілмеген. Сонымен қатар постер, баннер дайындау, фото және бейнелерді өңдеу қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтар болып отыр ғой. Әртүрлі жаңағы жасанды интеллекттің көмегімен фотоларды өңдеу. Сонымен қатар жобалық жұмыс ретінде оқушылардың жеке және топтық жұмыстарын презентация дайындау, нәтижелерін қорғау және 5-ші жаңа пункт ретінде әлеуметтік желіге арналған контент әзірлеу деп қосып отырмын. Және сонымен қатар логотип жасау оқушылардың. Яғни қазіргі таңда оқушылар білесіздер, көбінесе жаңағы блогерлерден үлгі алып жатады. Көбінесе қолдарында гаджет болғандықтан, көбінесе блогерлермен жаңағы қандай жұмыс жасайды, соларға еліктеп, солардың әдеттерін қайталап жатады. Яғни сол жерде тек қана олардың әдеттерін қайталамай, солар қалай жұмыс жасап жатыр, логотипті қалай қойып жатыр, жаңағы визуалды қалай жасап жатыр. Осы мәселелерді қарастыратын, яғни жасап үйренуге болатын практикалық тапсырмаларда қарастырылған. Цифрлық дизайн және визуалды коммуникация бөлімдерінде ақпаратты визуалды бейнелер, графика және технологиялар арқылы тиімді жеткізу мәселелері қарастырылады. Бұл салалар эстетиканы, яғни функционалдықпен біріктіріп, пайдаланушының тәжірибесін жақсартуға бағытталған. Негізгі қарастырылатын бағыттар мен пәндер, яғни дизайн, брендинг, графикалық дизайн, веб-дизайн, 3D графика, ақпараттық дизайн, яғни инфографика. Бұны кімдер қолданылады? Яғни бұны
бізде 10-шы 11-ші сыныптарға арналған бұл бағдарлама. Яғни 10-шы 11-ші сыныпта жаңағы бізде 10-шы сыныпта қарастыратын болсақ, информатикада 1-ші тоқсанда біз жаңағы санау жүйелері, логикалық операцияларды қарастырамыз және Python программалау тілінде жұмыс. Сонымен қоса қосымша жаңағы өмірде пайдалануға қажет осы цифрлық дизайн және визуалды коммуникация жаңағы курсын ұсынып отырмын. Цифрлық дизайн және визуалды коммуникация қорытындылай келетін болсам, осы курс арқылы қазіргі заманның маңызды дағдыларының бірі, яғни осы цифрлық дизайнды оқушы меңгере алады. Бұл әдістемелік құрал оқушылардың тек техникалық білімін ғана емес, сонымен қатар шығармашылық және сыни ойлау қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде бұл курстан кейін оқушылар өздеріне визуалды ақпаратты тиімді жеткізе алуды үйренеді, цифрлық құралдарды еркін қолдана алады және өз идеяларын және креативті түрде ұсына алады. Бұл бағыттағы білім болашақта түрлі мамандықтарға, яғни қазіргі табысты мамандықтардың бірі маркетинг, IT саласы, медиа, дизайн саласында жаңағы табысты болуға негіз бола алады деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Аялы Сержанқызы, көп рахмет сіздің осындай құнды ақпаратыңызға, жұмысыңызға сәттілік тілей отырып. Әріптестер, енді сөз кезегі өздеріңізде. Тілектеріңізді, ұсыныстарыңызды, жылы лебіздеріңізді білдіре отырыңыздар. Бұндай мүмкіндік күнде туа бермейді. Пікір алмасу, ой бөлісу алаңы. Сұрақтарыңыз? Материалдарыңызды WhatsApp чатқа жіберіп отырыңыздар. Аялы Сержанқызы, жұмысыңызға сәттілік, шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет сізге көп-көп. Әріптестер, барлықтарыңызға сәттілік, тыңдағандарыңызға көп рахмет. Аялы Сержанқызы, тақырыбыңыз өте маңызды. Қазіргі таңда цифрлық әлем, яғни жасанды интеллект заманында бұл әрбір пән мұғаліміне өте қажетті әдіс тәсіл деп ойлаймын. Рахмет сізге бөліскеніңізге, тәжірибеңізбен. Рахмет. Ал енді келесі әріптесіміз Тұрсынбаева Жазира Жахановна, Жетісу облысы Көксу ауданы Ақын Қабан Жырау атындағы мектеп жанындағы шағын орталығы бар орта мектебі, коммуналдық мемлекеттік мекемесі математика пәні мұғалімі, қызықты математика әлемінде авторлық бағдарлама негізінде. Көрініп тұр ма, әріптестер? Жазира Жахановна? Көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгінгі күніңізге сәттілік тілеймін. Сіздермен тәжірибе алмасып, өз жұмысымен бөлінісіп отырғаныма қуаныштымын. Енді бүгін мен сіздерге алып келген тақырыбым қызықты математика әлемінде. Қызықты математика әлемінде бағдарламасы 5-ші сынып оқушыларының логикалық ойлау қабілетін дамытуға, стандарттан тыс қызықты есептер мен ойын элементтері арқылы пәнге деген қызығушылығын арттыруға бағытталған. Бағдарлама мазмұны оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес құрастырылып, математикалық ұғымдарды терең әрі жеңіл меңгеруге мүмкіндік береді. Оқу барысында білім алушылар талдау, салыстыру, жіктеу, жалпылау, заңдылықтарды анықтау сияқты ойлау дағдыларын дамытады. 5-ші сыныпта математика пәні натурал сандар, амалдар, бөлшектер, шамалар және геометриялық элементтерді қамтиды.
Бағдарлама аясында осы білімдерді логикалық тапсырмалар, математикалық ойындар, ребустар және өмірмен байланысты есептер арқылы меңгертуге көзделген. Бағдарлама оқушылардың жылдам ойлау, дұрыс шешім қабылдау, математикалық тілде сауатты сөйлеу және өз ойын дәлелдей алу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың математикалық ойлау қабілеттерін дамыту, логикалық және стандарт емес есептерді шешу арқылы пәнге қызығушылығын арттыру және математиканы өмірде қолдану дағдыларын қалыптастыру. Бұл бағдарламаның міндеті логикалық және сыни ойлауды дамыту, стандарт емес есептерді шешу тәсілдерін меңгерту, математикалық тілде сауатты сөйлеуге үйрету, танымдық қызығушылықты арттыру, топтық және жеке жұмыс дағдыларын қалыптастыру, зерттеу және талдау қабілеттерін дамыту. Бұл бағдарламадан күтілетін нәтиже логикалық есептерді шешеді, математикалық заңдылықтарды анықтайды, өз ойларын дәлелдеп қорытынды жасай алады, өмірмен байланысты есептерді орындайды, топта, жұпта тиімді жұмыс жасайды. Бағдарламаның өзектілігі бағдарлама білім алушылардың математикалық сауаттылығын арттыруға, пәнге қызығушылығын күшейтуге және функционалдық білімін дамытуға бағытталған. Бұл қазіргі білім беру талаптарына толық сәйкес келеді. Бағдарламаның жаңашылдығы дәстүрлі математикалық мазмұнды қызықты, қолжетімді және өмірмен байланысты формада ұсыну арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға бағытталуында. Қолданылатын әдіс тәсілдерге тоқталатын болсақ, дамыта оқыту технологиясы, АКТ, Learning Apps, сәйкестендіру, топтастыру, есептерді интерактивті түрде орындау, WordWall, математикалық ойындар, жылдам есептеуге арналған жаттығулар, білімленд, мектеп, Қазақстан Республикасы оқу бағдарламасына сәйкес бейне сабақтар мен интерактивті тапсырмалар, тесте, білімдерін тексеруге тест тапсырмалы, логикалық тесттер, кері байланыс алу, саралап оқыту, түсіндіру, топтық жұмыс, логикалық тапсырмалар мен шығармашылық есептер. Менің бағдарламада ұсынатын жаңашыл әдістерім боттарды қолдану, электронды флипбуктар, жасанды интеллект құралдары. Енді сөзімді қорытындылай келетін болсақ, ой салу ұстаздан, ойлану шәкірттен деп қазақтың Қанипа ұстаз айтқандай, шәкіртімізге дайын нәрсені бергеннен гөрі, қазіргі заманда ой саларлық дүниені үйреткен жөн. Осы мақсатта шәкірттерге пайдалы боларлық авторлық құралды ұсынбақпын. Математика күрделі пән деген ойды жоққа шығарып, оқушының кез келген тапсырмаларды шешімін табуға көмек болады деп ойлаймын. Мен оқушының шырағын жағу үшін мектептемін деген еді педагог ақым Мағжан Жұмабаев. Оқушының жолына шырақ жағып қана қоймай, шырақты сөндіріп алмайтындай білімнің дәнін себу қажет деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Тамаша. Рахмет сізге көп. Жұмысыңызда шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Әріптестер. Тілектеріңізді айта отырыңыздар. Сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Уақыттарыңызды бөліп, осындай республикалық конференцияға қатысып, осындай іс тәжірибелеріңізбен бөлісіп отырғандарыңызға алғыс айтамыз. Бір-бірлерімізді қолдап отырайық. Кешіріңіз, менің бір сұрағым бар еді. Әріптес, осы авторлық бағдарламаңызды сіз сабақтың барысында ба, жоқ сабақтан тыс уақытта қосымша сабақтарда қолданасыз ба? 5-ші классқа арналған ғой, қызықты математика. Қосымша сабақтарда да қолданам, сабақ уақытысында да қолданам. Енді бізде көбінесе 5-6 сыныпта өздеріңіздер де білесіздер, олимпиадалар көп қой, мысалға алтын сақа, одан кейін 10-11-ге барғанда математикалық сауаттылық, жаңағы алтын түлек олимпиадаларында, сол кезде сабақта да, сосын түстен кейін де қосымша қолданам. Рахмет сізге, сәттілік тілеймін, табыс тілеймін.
Иә, 5 күн бойы сабақ жүргізіп, бүгін сенбі күні мінекей алтын уақыттарыңызды бөліп, тәжірибелеріңізбен бөлісіп отырсыздар. Оның өзі үлкен сіздердің даналықтарыңыздың белгісі. Енді келесі әріптесіміз осында деп ойлаймын. Жазира Жақанымна, сізге шығармашылық табыс. Енді келесі әріптесіміз Ізбасар Майра, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 122 жалпы білім беретін мектеп, математика пәні мұғалімі. Ұлттық құндылықтар негізіндегі функционалдық математика. Тақырыбы нендей керемет. Қайырлы күн, Осындамыз ба? әріптестер. Иә, мен осындамын. Мгм, Дауысым жақсы. естіліп тұр деп ойлаймын. Интернет кішкене Иә, жұмыс жасамай тұр менде. Естілмей қалып жатса айтарсыздар. Естіліп тұр даусыңыз. Қош Жаңағы келдіңіз. Аяулы Сержанқызы, сіздің демонстрацияңыз әлі қосылып тұр, өшіре аласыз ба? Мен қоса алмай тұрмын. Енді жақсы болды. Сіздерге көрінді ме экран? Қара болып тұр. Ашылды. Енді бүгін сіздерге таныстырайын деп отырған менің ұлттық құндылықтар негізіндегі функционалдық математика деп аталатын авторлық бағдарламам. Өзім жалпы аты жөнім Ізбасар Майра Ізбасарқызы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 122 жалпы білім беретін мектептің математика пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Енді бүгінгі бағдарламаны алып келіп отырған себебім, өздеріңіз де білесіздер, жалпы математиканы оқыту әрине ол өте маңызды. Математиканы дұрыс оқыту біздің жалпы мектептің өміріндегі, менің ойымша, өте маңызды мәселелердің бірі деп ойлаймын. Енді авторлық бағдарлама осы мәселелердің бірін шешуге үшін жасалған нәрсе. Жалпы мақсатым оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру, математикалық сауаттылығын дамыту және өмірге деген өмірде жаңағы алған білімдерін қолдануға дайындау. Курс жалпы 34 сағаттан тұрады, аптасына 1 рет. Факультатив немесе вариативті компонент ретінде қолдануға болады мектептерде. 5 және 6 сыныптарға арналған. Енді не үшін бұл бағдарламаны құрып отыр деген сұраққа келетін болсақ, әрине оқушы білімді жаттап алып қана қоймай, ол өмірлік жағдаяттарға байланысты қолдануды үйрену керек. Енді біздің ұлтымыз, қазақ халқымыз күнделікті өміріне, жаңағы салт дәстүріне, тұрмыс тіршілігіне байланыстырып, жаңағы өтіп отырған сабағымызды байланыстыра алатын болсақ, тапсырмаларымызды байланыстыра алатын болсақ, ол әрине балалардың білімге деген қызығушылығын арттырады, пәнге деген, және ұлттық дүниетанымын ары қарай дамытады деп есептеймін. Енді бағдарламада әртүрлі бөлімдер мен тақырыптар бар. Енді тақырыптардың мысалдары, мысалы қандай тақырыптарды қандай нәрселерге байланыстыруға болады дейтін болсақ, енді бірінші натурал сандар мен амалдарды, мал санау, шаруашылыққа байланысты қарапайым амалдарды түсіндіруге қолдануға болады екен. Ал бөлшектерді, ұлттық тағамдарды бөлісу және қонақ күту, жаңағы ет бөлу деген сияқты ұғымдармен байланыстыруға болады екен. Одан кейін өлшем бірліктері біздің жаңағы киіз үйіміздің өлшемдерін, бұйымдардың өлшемдерін, соларды көрсетуге қолдануға болады. Одан кейінгі жалпы маңызды бөлімдерінің бірі қаржылық сауаттылық пен пайыздар. Бұл күнделікті өмірде қай уақытта да болсын, ол актуалдылығын жоғалтпайтын тақырыптардың бірі деп санаймын. Негізі оқушылар қарапайым пайыздық есептерді шығару арқылы күнделікті өмірде қолдануды үйренеді екен, математиканы және қаржылық шешімдерді қабылдауға дайындалады. Бұл қаржылық шешімдер, қаржылық сауаттылық мектеп кезінен бастап білесіздер қалыптасқаны өте жақсы әрине. Енді оқыту әдістеріне келетін болсақ, әртүрлі әдістер бар. Жағдаяттық есептер, жобалық жұмыстар және ұлттық ойын элементтері. Ұлттық ойын элементтерін қазірде сабақта қолданатын әріптестеріміз бар, менің ойымша. Жаңағы асық әдісі деп айтып жатамыз, кейде теңге алу деп айтып жатамыз, сондай ұлттық ойындардың элементтерін қазіргі таңда да қолданып келеміз сабақтардың барысында. Қандай пәнге байланысты болсын, иә, тек қана математикада ғана емес.
Енді бағдарламаның алға қойған міндеттері ең бірінші математиканы өмірлік жағдаяттармен байланыстырып оқыту. Одан кейін оқушылардың логикалық сыни ойлауын дамыту, қаржылық және өлшемдік сауаттылықты қалыптастыру. Одан кейін өз бетінше шешім қабылдау және дәлелдеу дағдыларын дамыту. Ең соңғысы топпен жұмыс жасау, жоба қорғау арқылы коммуникативтік қабілеттерін жетілдіру. Бағалау жүйесіне келетін болсақ, қалыптастырушы бағалау және өзін өзі бағалауға болады. Енді бұл бағдарламадан күтілетін нәтижелер оқушылардың математикалық білімдерін күнделікті өмірде қолдана алады, қаржылық және тұрмыстық есептерді шешуге қабілетті болады, одан кейін ұлттық мәдениетке құрметпен түсінік қалыптасады екен, сонымен қатар ойды дәлелдеу, жобаларды қорғау, топпен жұмыс жасау дағдылары қалыптасады. Енді қорытындылай келетін болсақ, бұл авторлық бағдарлама педагогикалық тәжірибе мен кәсіби ізденістің нәтижесі болып табылады. Осы мектеп тәжірибесінде қолдануға дайын және оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға нақты ықпал етеді. Бүгінгі айтайын дегенім осы, әріптестер. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Рахмет, әріптес. Мен сіздің жобаңыз жалпы авторлық бағдарлама ғой. Жаныма жақын болып тұр. Тура осы тақырыпта менде тек тақырыбым геометриялық пішіндерді болатын. Осындай ұлттық ойындар арқылы көрсету және балаларға үйрету әдіс тәсілін қолданып, мен ғылыми жоба, зерде ғылыми жобасын қорғаған болатынмын. Облыс, аудан көлемінен шығып, облыс көлемінен шығып, республикаға дейін шықтық, бірақ республикаға ары қарай өте алмай қалдық. Облыстан бірінші орын иеленген болатынбыз. Сонда осы тәсілдерді қолдандым мен. Мынадан бөлек сол айтайын дегенім, геометриялық пішіндерге қолданса да өте тиімді. Әрине. Балалар өздері, мен осыны мектеп қабырғасында жүргіздім де, балалар осыны өзі геометрияны жерге сызып пішіндерді өз көздерімен көріп, қолдарымен ұстап, аяқтарымен басу арқылы, жаңағы пішіндермен кәдімгідей көп жұмыс жасау арқылы балалар толық түсінді. Жаңағы тіпті бастауыш сынып балаларына жаңа 4 бұрыш 3 бұрыш дегенді толыққанды түсіну үшін осы ұлттық құндылықтарды қолданып үйреткен болатынбыз. Жаңағы асық ойындары, түрлі қызғу ойындары, соның бәрін біз қолдандық. Сол сіздің жұмысыңыз өте жаныма жақын болған соң бөлісіп отырмын. Рахмет сізге. Сәттілік. Бұны жаңағы жоба ретінде қорғасаңыз да болады алдағы уақытта. Зерде немесе дарын жобаларында осы жұмысты алып шығуға өте, тем более жаңа біздің өзіміздің ұлттық құндылықтарды көрсету арқылы ондай сізге бағыт бағдар көрсетіп жіберейін деген. Рахмет, жұмысыңызға. Әрине, рахмет сізге. Көп рахмет. Мінекей жастар келе жатыр, өте сондай тың идеяларменен. Қазіргі оқушыларды таңғалдыру өте қиынға соғады. Сол себептен кез келген тығырықтан әр кезде шығатын жол бар деп ұстаздарға мың алғыс айта отырып, мінекей жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Биіктен көрініңіздер, еңбектеріңіз елене берсін. Оқушылар математика пәнін қиын деп ойлайды ғой. Негізі осылай көрсетсе, балалар ойын арқылы үйренсе, мына тақырып менде болды, ойын арқылы именно балалар ойнап жүріп, математика пәні оп-оңай жеңіл екен ғой деген көзқарас болды ғой. Жаңа 5-ші сынып, 4-ші сыныптан бастап 7-ші сыныпқа дейін балаларды қамтыдым, себебі 7-ші сыныпта геометрия болды ғой. Сондықтан өте жеңіл пән екен ғой деген кәдімгідей көзқарас балаларда өзгерді. Сондықтан өйстіп өзіміздің ұлттық құндылықтарды да дамыта отырып, өйстіп көрсететін болсақ, мына кісінің авторлық бағдарламасы өте жақсы деп бағалаймын. Рахмет. Өте жақсы, қарапайым тілде. Қаламдарыңыз ұштала берсін. Қазақ тілін ғылым тілі етіп, әлемге бағындыратын ұстаздар болайық. Тіл сұранысқа ие болса, онда біз өз миссиямызды орындаған боламыз. Ғылым тілін қазақ тілінде сайратыңыздар.
Енді әр қайсыңыз бір ауыз тілек айтып өтіңіздер. Сосын конференциямызды аяқтауға ыңғайлайық. Екі әріптесіме тағы да қоңырау шалып көрейін. Мүмкін қосылып қалар. Телефондар өшіп тұр. Мүмкін техникалық ақаулар болып жатқан шығар. Оны да елеп ескерейік. Сөз кезегі өздеріңізде, әріптестер. Иә, әріптестер, біз өзіміз қатысушы саны 10 мұғалім екенбіз. Оның екеуі жоқ. Оған 8-іміз толық қатысып отырмыз. Сіздерге енді мынау бүгінгі республикалық конференцияға қатысып, іс тәжірибелеріңізбен бөліскендеріңізге рахмет. Әркім өзіне аларын алды деп ойлаймын, және алдағы уақытта өзінің сабағында, жұмысында қолдануға болатын әдіс тәсілдер деп ойлаймын. Және жазған жұмыстарыңыз, авторлық бағдарламаларыңыз облыс көлемінде, республика көлемінде тарай берсін деп тілектеспін. Сол сияқты әдістемелік жұмыстарыңыз да үлкен көлемде, республика көлеміне таралып жатыр деп сіздерді құттықтаймын. Және алда тек қана жұмыстарыңызға сәттілік, отбасыларыңызға амандық және табыс тілеймін. Рахмет. Әріптестер, бүгінгі күндеріңізде сәттілік тілеймін. Сіздермен тәжірибе бөлісіп, сіздердің тәжірибелеріңізден, жұмыстарыңыздан өзіме керектімді алдым деп ойлаймын. Шығармашылық табыс тілеймін. Оқушыларымыз биік белестерден көріне берсін. Иә, құрметті әріптестер, бүгінгі бөліскен тәжірибелеріңіз өте мазмұнды әрі құнды болды. Сіздерге көп рахмет. Жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Иә, әріптестер, бөліскен материалдарыңызға көп рахмет. Өзімізге біраз нәрсе түйдік, біраз идеялар келіп жатыр деген сияқты. Алда барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Шәкірттеріңіз биіктен көріне берсін. Құрметті әріптестер, бүгін тәжірибелеріңізбен бөліскендеріңізге рахмет. Модератор ханым Зағида Есенбековна, сізге мың алғыс. Барлығымызды мұқият тыңдап, қолдау көрсеткеніңізге. Сізге барлықтарыңызға жұмыстарыңыздан табыс тілеймін. Рахмет. Менің түсінгенім бойынша барлық әріптестер аттестациядан өтейін деп отырған боларсыздар. Алдағы аттестациядан жақсы өтіп кетіңіздер. Тілекшімін. Рахмет. Ортамызда ветеран ұстаз деп айтайын, Нұргүл Нұрғожаевна. Сондай айтарыңыз мол жан екені болмысыңыздан көрініп тұр. Зағида Есенбековна, бағанан бері тыңдап, көңіл бөліп бәрімізге, көңіл бөліп отырғаныңызға рахмет. Мына әріптестеріме шығармашылық табыс тілеймін. Әсіресе жастар өте жақсы жұмыстарыңыз, керемет. Сіздерден үлкен тәжірибеміз бар болса да, сіздерден алатынымыз көп болып отыр. Рахмет сіздерге, творчестволық табыс тілеймін. Бәріміздің де алдымызға қойып отырған мақсатымыз бар ғой, жаңағы категориямызды аман есен қорғау. Сіздерге сәттілік тілеймін. Жолдарыңыз ашық болсын. Творчестволық табыс тілеймін бәрлеріңізге. Рахмет.
Қазір кішкене бір әріптесімізді күте тұрайық, техникалық ақаулар болып жатыр дейді. Дұрыстала алмай жатыр деп күте тұрайық, уақыттарыңызды бөліп. Оға дейін бір-бірлеріңізге айтарларыңыз болса айтып, ой бөлісіп, жаңа өте жақсы ақпараттар берілді. Оның үстіне елбасымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың биылғы жыл жасанды интеллект деп жатыр. Сондықтан да жасанды интеллектті құрал ретінде пайдалануды оқушыларға соны жете түсіндіріп, өзімізде ол жасанды интеллекттен қорықпастан, кәдімгідей құрал ретінде жұмысымызды жеңілдету үшін соны пайдаланайық, соны дәріптеп, өзіміздің жұмысымызды жеңілдету өз қолымызда. Сағида Есенбековна, сізге алғыс білдіргім келіп отыр. Бүгінгі ұйымдастырып жатқан конференцияда бізді жетектеп отырғаныңызға үлкен рахмет. Сізде мен сіз сияқты дейін екі пәннің иесі екенсіз, математика, информатика пәнінің мұғалімі екенсіз, әрі зерттеуші екенсіз. Сіздің жолыңызды берсін дейміз. Бізде сіз сияқты осындай жетекші болып отыруға Алла нәсіп етсін. Сізге үлкен рахмет. Қобалжып тұр ғой деймін. Қазір 1 минут дейді, күте тұрайық енді. Күте тұрайық, ол кісі де қосылып, қорғап кетсін. Соған тілектеспіз. Рахмет әріптестер, түсіністік танытып, кішкене күте тұрайық. 1 минут дейді, мен де дамыл таппай хабарласа бергеннен кейін ашуына тиіп тұрмын ғой деймін. Қобалжыған кезде қиын ғой, қанша деген. Нұргүл ханым, қош келдіңіз. Естіп тұрсыздар ма мені, саламатсыздар ма? Алло. Мен со кешелі чатты неғымаппын, жағдайым болмай қалды да ауырып қалдым. Енді қараңызшы, мен авторлық бағдарламамды осылай оқып берсем бола ма? Қалай болады? Видеоңыз көрінбей жатыр ма? Нұргүл апай, егер де сізде техникалық ақаулар болып жатса, онда сіз тым болмаса видеоңызды қосыңызда, сөйтіп оқып беруге әрекет жасап, бірақ презентацияңызды және баяндамаңызды WhatsApp чатқа жібере қойыңыз, жарайды ма? Мен қазір көрінбеймін ба? Сіз көрініп тұрған жоқсыз. Видеоңызды қосып, көріп қойсаңыз да болады, көрінеді. Аты жөніңізді жазып қойсаңызшы. Аты жөніңізді переименовать деп. Мына жерде 3 нүкте бар. Суретіңіздің үстін бассаңыз 3 нүкте бар. Сол жерде переименовать деп тұрады. Атыңызды. Қобалжымаңыз. Барлығы дұрыс. Әріптестер сізді қолдап. 1 минут. Қолдап мінекей. Менде авторлық бағдарламаның тақырыбы физикалық есептерді шешу видео неңізді қоссаңызшы, суретіңізді. Түріңіз ертеңгі күні сілтеме салғанда өзіңізге жақсы болады ғой. Ол кісі есімін өзгерте алмайды ғой деймін, себебі басында настройкада қалай жазылады, солай қалып қалады екен кейбіреуінде.
Иә, мен де өзгерте алмадым. Өзгермейді ғой деймін. Жоқ, Кейбіреулер өзгереді, өзгермейді. өзгертуге болады. Иә, Мен қазір переименовать деген жері болады Иә. әйтеуір. Аны артына қалай Ол кісі хотя видеосын қоса алса жақсы болар еді, видеомен көрінсе. Иә. шығаруға, дағдыларын қалыптастыру, баланашы, жұмысын шығарма, қалыптастыру болып табылады. Енді бағдарламада оқушылардың ұбт-ға, олимпиадаға дайындық жұмыстарын жүргізу мақсатында мен 34 сағаттық сабақ жоспарын құрастырдым. Ол жерде сабақ жоспарында барлық сабақ жоспарының барысы, барлығы белгіленген. Нәтижесінде мен осы жылдардың арасында оқушыларымның ұбт-дан жоғары балл алып, олимпиадалардан орын алып, ғылыми жұмыстарға сауаттанғанын, ғылыми жұмыстарды жаза бастағанын, және оның нәтижесі ретінде аудандық, облыстық, республикалық орындарға жеткенімді дәлелдей аламын. Жалпы мына жерден немді қазір ашыңызшы. Слайдтың бәрі WhatsApp'та бар, бірақ мына компьютермен сақтамаған ғой әлі. Физика пәнде оқушылардың қызығушылығын арттыру, олардың зерттеушілік, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту, пән бойынша жалпы теориялық білімдерінің тұрақты қалыптасуға бағыт беру, сапалы, яғни білім сапасын жақсы игеруді, яғни білім стандартына байланысты есептерді және олимпиадалық есептерді, қиын есептерді, барлығын күрделі есептерді шешу дағдыларын қалыптастырып, соны үйрету болып табылады. Енді курстың жалпы міндеті түрлі деңгейдегі есептерді, сандық және сапалық есептерді, эксперименттік есептерді шешу болып табылады. Оқушылардың орта мектептегі физикалық курсы жөніндегі теориялық білімдерді әрі қарата нығайтып, оны практикамен ұштастыра отырып, және табиғи бірлікті түсіндіруге қалыптастыру. Және есептерді шешу кезінде суреттер мен сызбаларды, бізде физикада сызбалар бар, солардың барлығын нақты түсіну және олар бойынша есептер шығара білулерін қалыптастыру, оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру және олардың физикалық ғылыммен шұғылдануына бағыттау. ұбт-ға жоғары оқу орындарына дайындау, кәсіпке мамандық таңдауға бағыттау. Енді мен осы курсты өту барысында мен оқушыларды екі топқа бөлдім. Бір топ жаңағы 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші кластың арасында болды. Бұларды олимпиадаға және нақты физикалық есептерді шығаруға дайындап жүрмін. Және 11-ші сыныпты тек қана ұбт есептерін шығаруға және ұбт-ның берілген тапсырмаларын шешуге міне сол бағытта дайындап жүрмін. Жалпы білім сапам осы курсты жаңағы бағдарламаны құрастырғаннан кейінгі жалпы динамикасы бойынша бұрын 56%-дан құрап тұрса, қазір 83%-ға дейін көтерілді. Жалпы осы физика пәнін таңдаған оқушылардың арасындағы білім сапасы осы нәтижеге жетіп отыр. Оқушылардың қызығушылығы артып, мен
осы бағдарламаны ары қарата таратылуын сіздерге ұсынамын. Тыңдағандарыңызға, маған уақыт бөлгендеріңізге көп рахмет. Нұргүл Арипхановна, сіз енді өзіңізді дұрыстап таныстырып өтіңіз. Иә, мен Жакипова Нұргүл Арыпханқызы, Түркістан облысы Түлкібас ауданы Мәнтай Жарымбетов ауылында Асанбай Асқаров атындағы жалпы білім беретін мектептің физика пәнінің мұғалімімін. Санатымша педагог сарапшы, 28 жыл еңбек өтілім бар. Жақсы, рахмет. Нұргүл Арипхановна, сізге бір сұрағым бар да. Сіз жаңа авторлық бағдарлама дедіңіз ғой, бұл ұбт-ға дайындық және олимпиадаға дайындық деп. Қай сыныптарды алдыңыз? Сіз жалпы бұл авторлық бағдарламаны бүткіл 7 мен 11-дің арасында ала алмайсыз ғой, сондықтан қай сыныптарға ыңғайлы жасадыңыз? Апай, оны тек 11-ші сыныптың оқушыларына ғана арнап жаздым. Жақсы. Бірақ енді 7 сабақ бергеннен кейін 7 мен 10-ды бөлек аламын да. Осы бағдарлама бойынша, бірақ жеңілдетілген түрде есептерді жеңілдетіп беріп, екі жақты дайындаймын да сонда. 11-лерге жеке, 11-лерге арналған жалпы бағдарлама. 11-ші сыныпқа. Сізге айтар едім, егер нетсе, 7 мен 11-ге бағдарламаңыз 7 мен 11-ге бірдей лайықты жасасаңыз, бірақ бағдарламаңыз онда жоқ дегенде 2 сағаттық, 3 сағаттық болу керек та. Өйткені 11-ші класста кішкене күрделірек болады да 11-ші класс, ал 7-ші класс өте қарапайым. Рахмет сізге. 2 сағат болады. Көп рахмет сіздерге. Мені қуалап, іздеп, тауып алып, осындай мүмкіндік жасағандарыңызға әріптестерімнен кешірім сұраймын. Рахмет. Сізге творчалық табыс тілеймін. Рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет, көп. Мен енді неге группаға слайдымды немді жіберем, иә? Иә, WhatsApp чатқа слайдыңызды бәрін Word-та, презентация PowerPoint соның бәрін жібере беріңіздер. Сол жерге кәдімгідей тілектеріңізді бәрін жазып, отзыв дейді ғой енді. Сондықтан да соның бәрін жазып, жібере қойыңыздар. Барлықтарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Құтты ошақ қара қазандарыңыз бауырларыңызда бұрқылдап қайнай берсін, берекесі арта берсін. Мінекей, алдағы еңбек демалыстарыңызды жақсы өткізіңіздер. Шәкірттеріңіз биіктен көрінсін, еңбектеріңіздің рахатын көріңіздер. Өздеріңізді де ұмытпаңыздар, өздеріңізді жақсы көріңіздер. Сіздер барлық жаққа лайықтысыздар дегім келеді. Рахмет. Жақсы, онда мен бір әріптесіме хабарласа алмадым. Енді конференцияны тәмамдауға өздеріңізден рұқсат алайын. Мен енді записімді реттеп өңдей берейін. Рахмет сіздерге. Тағы да шығармашылық табыс тілеймін баршаңызға. Сіздермен таныс болғаныма, сіздермен осындай алаңда сіздердің тәжірибелеріңізді көріп отырғаныма өте қуаныштымын және алғыс айтамын әріптестер. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Сіздерге де көп рахмет осындай мүмкіндік жасағандарыңызға. Авторлығымызды таратып, республика көлемінде сондай мүмкіндік жасағандарыңызға көп рахмет. Жазамыз барлық отзывтарды, қыздар. Рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік.